Армысыз көрермен, эфирде Әйгерім Сейфолланың сырласуы. Бүгін бізде қонақта дәрігер, флеболог, кардиохирург Нұрғазы Құрманәліұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қалай жеттіңіз Алматыдан? Жақсы. Отырыңыз. Сіздің менің білуімше Шымкентте және Ақтауда өзіңіздің клиникаңыз бар, Енді Астанада да астаналықтарға бір жақсы жаңалық бар екен. Бұйырса. Осы жақын арада. Неге бұл саланы таңдадыңыз? Флеболог деген кезде әдетте біз таңсық, дәрігер екеніңізді білеміз, бірақ флеболог деген кезде көп адам ойланып қалуы мүмкін. Бұл қай дәрігер, нені емдейді деп. Неге осы саланы таңдадыңыз? Көп дәрігерлермен сұхбаттасқан кезде әдетте айтып жатады. Мен өзімнің бір туғанымды, жақынымды құтқару үшін, соған көмектесу үшін осы салаға келдім деп. Сіз қалай келдіңіз? Жалпы флебология деген ол варикозды емдейтін сала медицинада. Мен өзім негізі флеболог болам деп ешқашан ойлаған емеспін, және де оған мен осылай просто келіп қалған адаммын. Кездесу? Енді ол бір сондай ұзақтау история. Мен өзім негізі кардиохирургпын, жүрекке ота жасайтын. Мені сол мектеп бітірмей тұрып, сол бастан дәрігер болам деп армандадық, және де ары қарай университетті бітірген екен, кардиохирург болам деп, сол кардиохирургияның оқуын оқып, сөйтіп содан жұмыс жасап бастаған адаммын негізі. Сосын өмір сүру барысында, жұмыс істеу барысында, сосын енді Құдайдың өзі осылай флебологиядан бірақ шығарды десек те болады. Ал дәрігерлікке қалай келдіңіз? Үйдегі әке-шеше бағыттады ма, әлде жаңағыдай бір туғандармен айтып отырмын, көптеген мықты дәрігерлермен сұхбаттасқан кезде айтып жатады. Мен жақыным ауырды, менің туғаным ауырды. Енді дәрігерлікке мен қатты қызыққаным бір ғана момент болды. Осы өзім туған әпкем, осында аяғында іріңдеп, саусағында ірің болды. Соны өз Түркістанда біраз емдетіп бармаған жері жоқ, әбден қиналған болатын. Сөйтіп, бір күні бізде сол ауылда бір хирург болатын. Сол барлық адамдар айтады, енді мықты хирург деп, бірақ қандай сол жағдайларға байланысты түрмеге түсіп қалған. Сөйтіп, кейіннен түрмеде бір кісінің операциясын жасап, сөйтіп түрмеден ертіп босатылған деп та. Бірақ ауылда енді жұмыс жасай алмайды ғой дәрігер болып. Сол кісіге давайте көрсетейік деді. Мен ата-анам, сөйтіп соны алып келдік. Сосын бір күні ол үйге келіп қаратты. Сосын маған айтты, так, атың кім, Нұрғазы ма, жүр, маған көмектесесің деп та. Сөйтіп өзінің инструменттер бар, соны от жағып, стерилизациясы ғой, соны жасап, сөйтіп мен сол кезде енді әпкем қиналып кеткен. Ол адам әбден қиналған кезде білесіз ғой, бәріне дайын тұрады. Сөйтіп соны операциясын жасағанда мен ассистент болғам. Ана процестің өзі енді маған ұнады. Неше жас ол жерде? Ол где-то 9-шы класстар. Сосын соны жасап болғаннан кейін кетті да үйіне. Сосын мен әпкем оған дейін бірнеше рет операция жасаған болатын, бірақ қайталап шыға береді да, жазылмайды. Қанша хирургқа жасады. Сол бір қызығы, содан кейін ешқашан қайталанған емес, сол жазылып кетті да. Сонда мен ана әпкемнің қатты қуанғанын көрген кезде, ана кісі мен үшін бір сондай бір үлкен тұлға болып қалды да. Қарашы, басқалар істей алмайтын затты ол келді істеді, оп-оңай, жеп-жеңіл, үйде жай. Ана адам күшті андай бойдан құтылды да, мысалға. Сол маған ең бірінші әсер еткені, оказывается, осындай, как бізде супермен деген сияқты болады ғой, жаңағыдай атып шығады ғой. Сол мені итермеді десек те болады. Содан кейін менде дәрігер боламын деп сразу шешкен болатын. Это 9-шы класстарда. Осы оқиға түрткі болды, иә? Содан кейін уже оқуға түскеннен кейін мен 2-ші курстан бастап, оның ішінде кардиохирургияны таңдаған болатын. Сол 2-ші курстан бастап соны оқып, дежурстволарға шығып, сондай үлкен бір мотивация болды десек те болады. Ең алғашқы отаны қашан жасадыңыз? Күрделі ота жасай алатын мықты жас маман деп танылдым деп жазып қойыпсыз парақшаңызда. Ол қай жылдар еді? Және қай ота еді? Енді мен осын бір айтып кеттім кеп тұр. Вообще, енді мен ең алғашқысы, былай ғой, негізінде қазіргі жастарға да айтатым да. Егерде сіз успешный, енді қандай да бір салада өзіңіз бір жетістікке жеткіңіз келсе деймін да. Қазір енді неше түрлі видеолар көбейіп кетті ғой, бизнес бойынша, психология, басқа да басқа. Қазір миы ашып кетті халықтың негізінде да. Маған көп жастар тоже келеді, артынан ерген. Мен айтам, егерде сіз сондай бір жетістікке жеткіңіз келсе, ол мынандай заңдылық деп ойлаймын да. Енді ол мен өзімнің өмірімнен өзім басынан кешкен зат.
ешқандай бір жерден оқып біреудің айтқан сөзі емес. Өз ұнатқан саланы таңдау керек, және сол салада сіз №1 маман болып шығу керек, ештеңеге қарамастан. Врачсыз ба, дәрігерсіз ба, жаңағыдай мұғалімсіз ба, юристсіз ба, несі жоқ, разница жоқ. Көптің бірі болмау керек. Көптің бірі емес, №1. И то Қазақстанда емес, мен әлемдік деңгейдегі №1 маман болуым керекпін деп соған ынталану керек. Соған жұмыстану керек деп ойлаймын. Менде сондай не болды. Ең алғаш кардиохирургияға келген кездері. Енді мен Ресейде 2 жыл кардиохирургияда болдым. Сол кезде менде ниет болды да. Так, енді ол жерде сондай мықты операция жасалады, әлемдік. Сол кездері оқыған кезде менің арманым осы жерде жасалынып жатқан, бізде елде жасалмайтын операцияларды елде барып жасаймын дедім да. Сөйтіп мен жағы өзім жұмысымнан кейін, обедтен кейін түнімен сол жағы камераларды түсіремін. Үлкен академик, мықты хирургтар операция жасаған кезде соларды камерамды аламын, сөйтіп соның төбесіне тұрып, соны түсіремін. Операцияның барлық ходына дейін түсіремін. Ертең ұмытып қалуым мүмкін ғой, елге келгеннен кейін. Түсінбеген сұрақтарым сол кісілерден сұраймын. Сөйтемін да, оны камерадағы видеоны негізі алуға болмайды. Соны мен выходной күндері барып, соны өзіме аударамын флешкаға, личный кабинетіме. Сөйтіп жағы выписка қағаздарын бәрін алып, фамилиясын жазып, сонда менде 2 жыл оқыған кезде менде 1 терабайт диск видео болған. Это почти бүкіл клиниканың операциясымен, бүкіл каждый операция, который ол біздің елде жасалмайтын кездер. Сол 1 терабайт диск. Менің бірақ ниетім, мен осы операцияны бәрін елде жасаймын деген сондай мотивация, прям ұрып тұрған. Және мынандай коробка выписка қағаз. Енді Құдайдың өзі кешірсін, енді соның бәрін біз алып алдым, енді соны өшіріп кетпесін деп, екінші жесткий дискке копировать етіп, 2 жесткий дискпен 1 коробка выпискамен елге келген болатын. Міне, халқыма, еліме осындай жоғары санатты операция жасаймын деген сияқты, мысалға. Енді одан кейін де көп қиыншылықтар болды. Енді мен осы Қазақстанда сізге сенді ме? Мен енді жұмысқа тұру керек қой. Оқуны оқып келдік, білім жетеді, қол шүкір. Енді жұмысқа тұрайын десек, жұмысқа тұру проблема болды біздің елде. Мен өзім сол оңтүстіктің азаматы болған соң, бірінші сол Шымкентте жұмысқа бардым. Кардиохирургия әр қалада бір больницадан ғой негізі. Мен жұмысқа қабылдаған жоқ. Не деді? Жұмыс жоқ деді? Жұмыс жоқ деді. Әлде тәжірибе жетпейді деді? Жоқ, ондай емес. Жұмыс жоқ деді. Сосын Алматыда 4 центрде болдым. 4 центр тоже жұмысқа алған жоқ. И как раз менде қарындасымның тойы болатын. Сол қарындасымның тойын өткізіп, уже мен қорқып бастадым. Мен ойладым, любой есте теуіп кіремін да, жұмысымды жасап кетемін дейді. Қарындасымның тойы болды. Тойынан кейін келесі күні есімде бір рюкзакты асылдым да, даже ешқандай ештеңеге қарамай келесі күні кеттім. Потому что біздің күнделікті күніміз уақытқа қолымыз шығып кетуі мүмкін. Сол үшін маған тез жұмысқа тұру керек болды. Қайда бардыңыз? Таразға бардым. Тараздан жоқ деді, отказ етті. Сосын пойызға отырдым да, сол неден, Шымкенттен, Қарағандыдан бірақ шықтым. Қарағандыда тоже жұмысқа алған жоқ. Неге алмады сонда? Жұмыс жоқ? Жұмыс жоқ дейді, орын жоқ дейді, кардиохирургия бойынша. Көкшетау алған жоқ. Қай жылдары? Это 2014-15-тер. Сосын Павлодарға барам, Павлодарда жұмыс жоқ. Неде жоғары Шығыс Қазақстан, Өскеменде жұмыс жоқ, өткен досым жасайды, одан сұрадым, жұмыс жоқ. Сөйтіп, одан ары қарай мен Астанада болдым, Астанада жұмыс жоқ. Астанада да болмады ма? И одан кейін Қостанайға бірақ шығып кеттім. Қостанайға барам, Қостанайда тоже жұмыс жоқ. Почти бүкіл орталық Қазақстан мына жақтың бәрінде жұмысқа алған жоқ. Сосын Қызылорда жоқ жұмыс, оған дейін сұрағанмын. Сосын бізде тек Батыс Қазақстан болыпты. Мен деген қатты уайымдап переживать етіп, сосын жағы әке-шешем айтады, балам қоя салсайшы, не істейсің, өзің хирург болып істей бер. Жоқ, менің арманым тек осыны жасауым керек. Не болды да, мен депрессия. Вообще басқа либо жұмыс жасамаймын деген сияқты. Енді сосын Ақтөбеден жұмыс бар шығар деп, енді ең соңғы бір қалалардың бірі ғой, Ақтөбеге бардым. Құдайым, бұл не сынақ, бұл не болып кетті вообще, вроде деп. Не үшін оқып келдім, Ресейге барып деген сияқты, неге бұлай күш салдық деп. Бірақ түсінбеймін ол кезде енді. Сөйтсем, оның бәрі сынақ, Алла тағала сенің келесі бір күшті нәрсе береді екен ғой, егер сол сынақты сен өтсең, жаңағыдай бойынсынбай. Ақтөбеде тоже болдым, ол жерде 2 клиникада болдым. Біреу енді ашылады деді, біреуінде жасалып жатқан аурухана. Даже заведующийіне барып жалындым, мен жұмысқа алыңыз, прям тегін болса тегін жасаймын депті. И сол есімде да, сен не айтып тұрсың деп, вообще даже қуып та жіберген болатын. Енді
олар айтады, жаңағы перфизиолог болып жұмысқа тұр дейді, 4 жыл қараймыз дейді. Енді ол жай медбраттың жұмысы ғой. Содан кейін егер жақсы болып жатса, может алармыз деген. Сіздің сұранып жүрген жұмысыңыз? Мен кардиохирургия, үлкен өзімнің салам. Жоқ, кардиохирург болсын, тегін болсын, мен жұмысқа алыншы емес, сол жерде жұмыс жасайын, өтініш деп сөйлеп тұрған кезде есімде қуып шыққаны. Не айтып тұрсың деп та жаңағыдай. И сонымен жаңағы бір больница директор как раз айтты, бізде енді ашылып жатыр. Давайте сіз сияқты маман керек, сіз маған керек, сіз бұл бір 10 күн күтіңіз деді. Қуанғаным сонша, жылағым келіп, бірақ 10 күн емес, 1 ай болды. Ол сөйтсем, ол оказывается кейін телефонды алмай қойды ол кісі. Сонымен уақыт өтіп жатыр. Мынашта мен үйленгем, бала шағам бар. Асырау керек отбасын. Сол кезде Ақтауда бізде бір орын шықты деді. Сол Ақтауға барып, сол жерде 0,25 ставкамен жұмысқа тұрған болатынмын. Енді ол мен үшін өте сондай үлкен бір арманның орындалған десе болады. Кардиохирург жұмысқа тұрған болатын. Жалпы ең алғаш жұмысым сол Ақтау қаласында бастадым. Кардиохирургия саласында ең алғаш енді 27 жасында жүрекке өзім самостоятельно сондай операция жасаған ең жас кардиохирургпын деп айтамын. Өйткені ешқандай үлкен кісілердің көмегінсіз өзім кіріп, ол кез келген кардиохирургтағы өзіміздің мамандар оны түсінеді. Ол деген оңай емес. Сондықтан еще ол жерде бір как начинающий хирургтың бір операциясы емес, кәдімгі 20-30 жылдық хирургтармен бірдей кәдімгі сондай скоростьпен, сондай сапада жасап шыққан. Оның бәрі опять неге десеңіз, бағанағыдай өмір бойы тренировка, үйде шошқаның жүрегін алып келемін базардан, соны күнде жағаны күрделі қылып анда терең ящиктің ішіне салып қоямын, соны күнде тігемін, әйелімді ассистент қылып қоямын. Шошқаның жүрегіне күнде үйде. Шошқаның жүрегіне. Оған күнде ұрсам, былай ұста, ол жылайды, мен сенің медсестраң емеспін деген сияқты. Енді сондай бір қол шығып кетпес үшін, солай тренировка постоянно. Қалай, Нұрғазы мырза, бізде маман жетіспейді деп айтып жатады әдетте. Бізде маман тапшы, білікті маман тапшы деп жатады. Қалай сізді Қазақстанның қаншама қаласына барасыз, жұмыс қалмайды? Ол кездері негізі шынымен де қиын болатын. Өйткені частный клиника деген онда жоқтығын, мүлдем жоқтығын. Мысалға мемлекеттік ауруханаға тұру, ол білмеймін енді әр дәрігердің арманы, үлкен мемлекеттік ауруханаға тұру. Біздер барамыз, мынандай резюме жатады, алмайды. Енді ол кезде шетелге кетіп қалатындай ондай ой болған жоқ, өйткені мен әке-шешемнің жалғыз баласы болған екен, менде вообще мүлде ойымда болған жоқ. Отбасында жалғыз ұлсыз ба? Иә, жалғыз ұл. Онда қыздар бар, бірақ ұлдардан жалғыз. Бізде қазақтан жалғыз ұл міндетті түрде асырау керек дейді. Сол үшін қалған. Шаңырақ иесі. Иә. Қалдыңыз. Қазір сол өзіңіз жұмыс бастаған Ақтауда өзіңіздің клиникаңыз бар. Иә. Бұл дәрежеге қай аралықта жеттіңіз? Қанша жыл кетті? Енді мен где-то бір 4-5 жылдай ма жұмыс жасадым кардиохирургия саласында. Кардиохирургия саласында жүректің сондай күрделі операцияларды жасадым, эндоваскулярный операциялар жасадым, сосудтарға дейді, тамырларға жасадым. Жалпы кардиохирургияда жүрген кезде енді бізде айтып отырмын ғой, аурухананың ішінде де шамалы қиындықтар болады. Өйткені енді үлкен кісілер жастарға бермеу деген сияқты бір сондай нелері бар. Бірақ мен негізінде өзім качество айтатын болсақ, енді әр адам әртүрлі ғой. Көп операцияларды енгізгім келеді сол кездегі, бірақ мүмкіндік жоқ. Өйткені сен либо заведующий болуың керексің, либо сол жерде бастық болуың керексің, чтобы сен өзің оны жасау үшін. Сондай енді мемлекеттік ауруханада әрине өкінішке қарай сіз тем более жас маман деп сізге бәрін бере салмайды. Сондай көп қиыншылықтар болды. Мен ана нәрсенің бәрін істей алмадым да, алып келген затымды. Оны істеу үшін маған үлкен орталықтар жасау керек, Астана сияқты. Ақтауда да жасауға болады, Маңғыстауда. Бірақ онда көп мүмкіндіктер болмады. Бағанағыдай неге байланысты. Бірақ соның өзінде жасағанымша жасадым. Сосын ары қарай енді жұмыс жасау барысында әрине алғашқыда сендегі баяғы лаулап тұрған ненің барлығы уақыт өте сөнеді екен. Өйткені сенің семьяң бар, тем более мен әке-шешем бар. Енді ол кісілер қартайып жатыр, 70-ке келіп жатыр. Сосын материалды жақ уже қысып бастайды. Сосын мен одан бөлек тағы да частный клиникаларда жұмыс істеп бастадым. Жұмыстан кейінгі уақытта консультация. Сөйтіп жүріп, варикозды енді мен ол жақта да жасап жүрмін ғой, областной больницада.
И сол жақта ең алғаш, сол частный клиникада ең алғаш Маңғыстауда сол лазерный технология, қазіргі золотой стандарт номер 1 методиканы енгізген болатын, ең алғаш қылып, сол Маңғыстауда. Соны жасадым, ол жақтан да жұмыс жасап жүрдім, мына жақта жұмыс жасап жүрдім. Сосын уақыт өте келе, бір күні мен негізі кардиохирургиядан кетпес едім. Потому что мен ол нәрсені до конца істеу менде неде басында тұрған. Бір күні маған айтты, қазір ковидтің кезінде доктор сізде жағы енді Ресейде оқығаннан кейін оны подтверждение жасау үшін нострификация, сізге нострификация жасау керек сол дипломда, сонда заң шықты деді. Мен оны жасадым, сосын жасаймын ғой деп жүріп, бір күн айтады, жасаңыз деп. Сосын бардым соңға, идем 6 ай уақыт күтесіз дейді. А менде уже ертесіне жағы отдел кадрдың қыздар айтады, жасадыңыз ба? Жоқ. Онда сізді отстраняйым деді, полный жұмыстан. Сіз жасай алмайсыз жұмыс. Ковидтің кезі адамдар қырғын болып жатыр, қырылып жатыр. Жұмыс жоқ, барлық үйінде. Сөйтіп мен үйде ойландым, былай ойландым. Енді жұмыстан мен шығарып тастады. Қарашы, оның өзі Құдайдың бір сондай несі ғой, болмаса. Сол кезде мен частныйда варикоз жасап жүрген болатын. Сөйттім да, и сразу жаңағыдай интернеттен іздедік, сол жерде жаңағы помещениелер шығып бастады, өзімен өзі бір оңай бола салды, сол бір күнде бар ғой. Сөйтіп біз ең алғаш клиниканы ашып кеттік. Сол жағы отстранение маған себепкер болды. Осы варикозда толып кеткен. Және коронавирустың кезінде көп адамдар мүлдем өзін басқа қырынан ашты. Иә. Сізге де бұл сондай бір не болды, иә. Себеп болды, иә. Сосын мен жаңағы нострификацияны тапсырып қойдым. Енді кейін жұмысым жалғастырамын деп. Кейіннен уже 4-5 ай өткеннен кейін уже ана жаққа барғым келмей қалды. Сөйтіп сол жақта мен ең алғаш жаңағы айттым, ол лазерный технологияны Маңғыстау облысына алғаш енгіздім. Сосын осы варикоз саласымен ары қарай кетіп қалған адаммын. Енді қазір сіз осы варикозды емдеу бойынша нөмір 1 мамандардың бірісіз, иә? Және осы таяуда ғана Жапонияға шақырылған, осы ТМД елдерінің арасынан сіз ғана екенсіз. Иә. Неге? Басқа ондай мықты мамандар жоқ па? Жоқ, мен мысалға біз варикоз бойынша номер 1 деп айтады. Ол мен әрине мына жерде отырып мен барлығынан күш жасаймын деп мен айтпаймын, мақтанбаймын. Именно по количеству операция деп айтамын. Неге по количеству операция? Өйткені мысалы орташа есеппен бір флеболог маман айына 10-20 ота жасаса, мен 250 операция жасаймын. Айына. Это біздерде мысалы хирургияда ол қолға байланысты. Кез келген операцияны сәтті өтуі врачқа байланысты. Технологияға емес. Технология бар, 10%, 90% врачқа байланысты. Ол тәжірибеге байланысты. Ол тәжірибеге. Вот как летчиктер сияқты. Самолет қаншалықты көп ұшқан сайын летчикте опыт көп болады ғой. Тура сол сияқты дәрігерлер де сондай. Сондай үлкен количество операция жасағаннан кейін ондай дәрігер, наверное, білмеймін, енді әлемде жасамайтын, бірақ мен білетін дәрігер жасамайды ешкім. Ондай количество операция. Сіз неге соншама жанталасып істейсіз? Ол адамдар сізге ғана түскісі келіп сұранғаннан ба, әлде неге соншама бір айда 250 деген масқара ғой? Вот мен сол сұрақты тоже қоятын өзіме. Өйткені сол ең алғаш Ақтауда жасаған кезде енді адамдар деген өте көп келетін болды сол кездер. Қазақстаннан, бүкіл Астана, Алматы, бүкіл Қазақстан келеді. 90% басқа Қазақстан қала келіп отыр. И сол кезде мен түсінбейтін да, мысалға мен просто демалайыншы деймін ғой, бүкіл жауып, демалуға мүмкіндігі жоқ. Доктор сізде 6 ай запись тұр дейді. Адамдардың бәрі тұр, басқа қалалар билетін алып қойған. Менде 2 жыл вообще демалған емеспін, 30 кісі жұмыс жасаған адаммын. Таңғы сағат 5-6-дан түнгі 12-ге дейін. Просто жұмыс, күнде варикоз. Өзіңіз шаршамадыңыз? Сосын қателіктер кетпей ме ондай кезде? Жоқ, оны шаршайсыз ғой, амал жоқ, жүйе жоқ клиникада, оны қасында команда жоқ. Бәрі өзіңе түскеннен кейін сондай қиыншылықтар болды. Бірақ мен кейіннен тоже сұрақ қоямын, неге онша адам маған жіберіп жатыр? Барлық зат ол жайдан жай жасалмайды. И бірақ сол количество адам жасағаннан менде уже жеке басымда классификация қалыптасты. То есть варикоздың жаңа диагностикасы мен емі туралы біздегі қазақ әйелдеріне. Менде сондай авторский метод бар, который мысалға қараңыз, кез келген мысалы даже лазерный технология, ол бәрі Америка, Европа дамыған елдерде ойластырылады. Оны біздің СНГ елдер оны көшіреміз, аударады. Оны біздерге жасаймыз. И сол кезде
ол стандарт бойынша жасалынады. Енді қараңыз, Европадағы, Америкадағы әйел адам мен біздің Қазақстандағы әйел адамның екеуінің өмір сүру салтын, екеуінің өмір сүру денсаулығын салыстыра алмайсыз вообще. Ол жақта мысалға, аяқтың варикозы болса, ода матканың варикозы жоқ. Өйткені Европа әйелдерінде аяқтың варикозы даже бар. Ресейдің өзінде де. То есть матка, олар біздегіде 5-6 бала тумайды. Біздегіде денсаулыққа деген немқұрайлық ол жақта ондай қалыптаспаған. Олар денсаулыққа қарайды Европада. И ол жақта матканың варикозы жоқ. Может, сирек кездеседі, өте сирек кездеседі. Бірақ, мысалы, 10 пациент европейский варикозбен келсе, жалпы, оны да аяқтың варикозы болып шығады. Ал мен ең алғаш Ақтауда жұмыс жасаған кезде қараймын, енді біз солай үйретті ғой, протоколда солай жазылып тұр ғой. Қарайсың, аяқтың варикозымен 10 әйел келсе, оның 6-7-еуінде еще мына жақтың варикозы тұрады, матканың варикозы. Так, подожди, бұл не болып кетті? Қарайсың. Онда ештеңе жазылмаған. Ол туралы жұмыс жоқ, ешқандай опыт жоқ, ешқандай. Енді Орта Азияда бір маман болу керек қой, как шетелдегідей, ондай жоқ. Европейский стандартпен жасайсың, бірақ результат алмайсың 100%, который сенің ойынан шығады. Варикоз немесе артынан шығады, немесе жаңағыдай варикоз кетпейді деген сияқты. Сосын мен түсіндім, значит, бұл жерде біздің варикоз, сосын Европаға шығам, басқа елдерге барам, ол жақта мына жақтың варикозын қарамайды біздің мамандар, флебологтар. Тек аяқтың қарайды, УЗИстері солай қарайды и жібере береді. Сосын мен айттым, значит, бұл тек біздерге тән екен. Біздің қазақтың әйелінде, мен айтамын ғой всегда, 10 қазақтың әйел келсе, соның 6-7-еуінде всегда маткамен бірге жүреді варикоз. 10, мысалы, орыс ұлтының әйелі келсе, тек аяқтыңқы болады. Қараңызшы, разница қандай. И сол бойынша мен өзім стратегия, то есть менде сол именно авторлық жұмыс, матка варикоздарының қай точкалардан шығады, қай жерде біз УЗИмен қарау керекпіз, оны қалай жасаймыз бойынша, сондай менде үлкен жұмыс бар негізінде. Ол бойынша тоже. Ол сіздің авторлық тәсіліңіз, методикаңыз. Бірақ менде сондай ол бойынша үлкен международный докладқа шықтым. Бізден Ресейдің мамандары да өте көп сұрақтың астына алып, сондай бір қызықты өрбітті ол. Действительно, ол опыт. Менің жеке сол қаншама адам қарағанның түзілген опыт десек те болады. Осы бойынша бардыңыз ба Жапонияға сонда? Иә, осы бойынша да айтылды, және үлкен тағы да бір үлкен ауқымды тақырып, ол варикозды ұзақ уақыт емдемей жүрген кездегі пайда болатын вторичный лимфедема дейді, асқыныс. Аяқтары қатып қалатын, ісіп кететін, сондай осложнение бойынша оқып шықтым. Тоже өте қызықты, сондай не болды. И қазір біз сол стандарт бойынша өзімізде клиникада дәрігерлердің бәріне сол методика бойынша жұмыс жасаймыз, бірақ өте эффективті. Енді варикоздың емі бойынша біз бір басқа деңгейге өтіп кеттік қазір. Вообще өйткені әлемнің клиникаларын көрдім, олардың варикоздарын қалай жасайтынын көрдік. Сіздің парақшаңызда қарап отырсам, болмаған еліңіз жоқ екен. Өте көп елдерде болып, сол жақта варикозды қалай емдейтін тәсілдерімен бөлісіпсіз, біздің тәсіл олардан ілгері ме, әлде кейін бе? Мысалға, мен ең алғаш осы варикоз саласына келген кезде, мен айттым, ковидтің кезінде мен осы лазерлік технологияларды үйреніп бастаған, ең алғаш жасап бастаған кезде. Сол кезде мен кез келген маманға барып оқып келуге дайын болатын. Даже квартирамды сатып 20 миллион төлеп оқуға дайын тұғым. Бірақ самолеттің бәрі жабық. Самолет ұшпайды, ешқандай елде. Адамдар келіп жатыр маған күнде бар клиникаға. Мен не істеуім керекпін? Сол кезде бағанағыдай, егерде сонда мен айтамын да, Құдай солда жайдан жай істеген жоқ. Өйткені егерде мен сол барып Ресейге немесе Европаға барып соны оқып келіп соны істейтін болсам, солар сияқты істеп мен басқаша ойлана алмайтын едім. Мен сол нені көрмегеннен кейін, оқымағаннан кейін, мен просто практикадан сол технология шықты да, диагностика. Сосын уже ковид бәрі бітті, уже басқа елдерге барып жатсың, уже көріп тұрсың. Уже оларда қандай болып жатыр, бізде қандай болып жатыр варикозда. Ол да бір соны септігін тигізді деп айтамын өзім. Енді көп шетелдерде болған кезде барлығы сол стандарт, бүкіл әлемде технология в принципе бір. Бірақ бір жерлерде, енді әр жердің клиникасы әртүрлі. Мысалға мен айтайын, кеше Турцияға барып келдік, клиника, үлкен Медипол клиникасына, бізге сондай тур өткізді. Қалай варикоз жасайды дәрігерлері, соның ішіне кіріп, енді клиника керемет. Ішінде барлығы бар, үлкен. Примерно варикоздың екі аяқ 5 миллион тұрады екен.
2 аяқ жасау Европадан келіп жатыр. Біз ойладық енді мына керемет, мына білмеймін қазір біреу келіп прям идеально вообще жасайтын шығар деген сияқты. И наркоз береді 1 сағат, ұйықтатады, сөйтеді да еще 2 сағат жасайды. 2 сағат, 1-1,5 сағаттан аса жасайды жаңағы бір аяқтың өзін. Өте ұзақ, еще кесіп жатыр шаптың тұсында, жаңағы негізінде стандарт бойынша кеспеу керек. И сонда лазерін жасайды, бітеді, 3 сағат дегенде пациентті шығарады, еще ол 5-6 күн жату керек. И мысалға мен өзімен мақтанған емес, мен мысалға варикоздың емінде ең күрделі басқалар жасай алмайтын сондай варикоздың бәрін оңай жасаймын. Өйткені сондай опыт қалыптасқан. Енді мақтанған емес, сол Турциядағы сол дәрігерлердің жасағанын біздің клиникада енді келген новичоктардың деңгейінде жасап жатыр. Біздегі біраз жылдан істеп жатқан мықты мамандар емес даже. И сол кезде таң қалдым да, Турцияда медицинский туризм өте қатты дамыған. Өкінішке орай біздерде мысалға әрине ол 5 миллионды ала отырып, сізді 15 минутта жасап шығарамайды ғой. Сондықтан ол сондай политикада, клиникадағы. Сондықтан жалпы сондай. Біздің Қазақстандағы дәрігерлердің деңгейі өте жоғары. Иә, осыны айтыңызшы. Әдетте бір қатерлі дертке шалдығып жатса, бір тіпті ол кейінгі кезде сәнге де айналып кеткен сияқты. Чекап өту мәселесі, қит етсе шетел асады. Сол жаңағы сіз айтып отырған Түркияға барады, я болмаса Кореяға барады, я болмаса Индияға кетіп жатқандар бар, Ташкентке барып жатқандар бар, Европаға барып жатыр кейінгі кезде. Біздің дәрігерлердің әлеуеті қандай жалпы? Қит етсе шетел асып тұратындарға не дейсіз? Қай кезде бару керек, қай кезде бармау керек? Қай дәрігерлеріміз мықты біздің, қай салада? Мысалға, мен вообще госпольницада жұмыс жасаған адамын, частныйда жұмыс жасаған адамын. Енді барлық жерде санитардан бастап үлкен хирургиянда жұмыс істеген адам. И мен айта аламын да, және осы управление жағынан болсын, и шетелде болған опыттарым бойынша айтсақ, біздің Қазақстанда дәрігерлер просто бағаламайды. Бізде өте мықты, білімді қазір дәрігерлер өте көп. Және де хирургия саласы бойынша, операция бойынша, шынымен біздің Астанадағы клиникаларда хирургтардың деңгейі, әлемдік деңгейдегі хирургтар. Қараңызшы, шетелде көп жерде платный болғандықтан олар көп қиын операцияда рисковать етпейді. Олар сосын ол жақтың халқы қалай келеді? Ерте стадияда келеді, жасатады. Емі 100% болады. Ал біздің елде жұмыс жасау өте қиын. Біздің елде, мысалы, қай ауру болмасын, ең соңғы стадиясында біздің халық келеді. И ең соңғы стадияда емделген зат, ол всегда 100% болмайды. Бір определенный бір кемістігі болуы мүмкін. Өткізіп алады, біздікілер. Иә, проблема сол жерде, біріншіден. Екіншіден, мен мысалы анализім бойынша қай елде бесплатный медицина, мысалы Қазақстан, мысалы Ресейдің де бір шеттері бар. Халқымыз бесплатно болған медицинада халық ешқашан бағаламайды. Даже тегінді бағаламайды ғой. Мысалы, сіздің алдыңызға тегін келсе, сіз оны тыңдамайды, сіз айтып отқан зат тыңдамайды. Бұрылады да кетеді, бәрі өзін білген істейді. Мысалға, басқа шетелдерде медицина қымбат, барлығы платный, соответственно, олар профилактикаға больше көңіл бөледі. Ауырмас үшін дұрыс тамақтанады, тағы басқа. Бірдеңе ауырса, сразу ерте барады. Қараңызшы нәтижесінде. Даже мысалы мен Өзбекстандағы операция жасаймын. Өзбекстанға барып жүрмін, и таң қалғаным, ол жақта да Турцияның врачтары келіп жатыр Өзбекстанға, бірақ Өзбекстанның халқы өзінің дәрігерлеріне барып жатыр. Қараңыз, өзінің дәрігеріне барады. И мен сұраймын ғой, жоқ, дәрігерлерін Құдайдай көреді. Не үшін? Өйткені Өзбекстан платный медицина. Ол жақта да ақылы ма? Бәрі ақылы. Мысалы, бізде қазір мемлекет бәрін тегін жасатып жатыр ғой, мысалы, плановый операция. Оларды платный, и платный болғаннан кейін әр клиникада сервис жақсы болады. Врачтардың пациентпен сөйлесу несі дұрыс болады. Сондықтан, соответственно, оларда, миларында әрбір адамның позиционирование солай қалыптасқан. Врач ол күшті маман деген сияқты. Қараңыз, біздің елде менеджмент жоқ. Әдетте қай кезде шынымен шетелге асуға болады? Әлде бізде барлық операция, барлық дертке дауа бар ма? Мысалға, мен өзім кардиохирургия, сосудистый хирургия жағын айтатын болсақ, біздің Астанадағы, үлкен қалалардағы клиника ол почти әлеммен бірдей жасалынады. Ол жаққа барып, операция қажет емес. Ол біріншіден. Екіншіден,
мысалға онкология саласы бойынша айтсақ, енді онкология саласында жалпы барлық жерде әлемде протокол бір да, бірақ дәрілер мысалы Турцияда олар басқаша, әсері басқаша. Өйткені мысалы бізде бір дәрінің құрамында активный вещество 100% емес, мысалы 50%, 40% болуы мүмкін. Мысалы ол жақтың дәрілерінің сапасы өте жоғары. То есть сіз берген ем сол үшін қонақ деген сияқты. Сонымен қатар шетелде олар интегративный қазіргі медицинамен баяғыда кіріп заниматься етіп қойған. Қазір бізге ол енді кіріп жатыр, интегративный медицина. Ол деп отқанымыз жаңағыдай аурудың алдын алу сол салада жақсы жұмыс жасалады. Ол бізге енді келіп жатыр. Қазір дәрігер өте көп оқып жатыр ол бойынша да. Наверное, сол. Енді әрине әрбір жерде бізде Қазақстанда мысалы әр салада емдейтін өз дәрігерлер бар. Бір жерде может технология шамалы жетіспеуі мүмкін. Жаңағы дәрілердің құрамы деген сияқты. Бірақ в целом шетел асып, чекап өтіп, немесе ол жаңағыдай жүректің операциясын, қандай да тамырдың операциясын жасап, смысл жоқ. Варикоздың қалай алдын алуға болады? Варикоздың алдын алуда бірнеше не бар. Енді көп адамдар ойлайды, жаңағы варикоз ол бір алдын ала, бір жеке бір орган емес қой аяқта. Оның барлығы біздегі гормондармен, жалпы басқа органдармен байланысты зат, тамыр болған соң. Сондықтан мысалға варикозды емдегеннен кейін, ол емделген тамыр никогда қайтып шықпайды әрине, но бірақ басқа сол кездегі сау тамырлар келешекте варикозға айналып жатады. Мысалға мен 100 адамды идеально күшті қылып бәрін емдеп шығарсам, соның 25-і, это мировая статистика, мен примерно айтып тұрмын, 75-і ешқашан келмейді, а 25-і қайтып бізге келеді екен. Бірақ ол келгенде де ол баяғы сол біз емдеген тамырдың проблемасымен келмейді, ол сол кезде сау болған тамырлардың варикозға айналып кетуімен келеді, басқа тамырлардың. Енді бұны мысалы қазір мен көп зерттеп қарадым, вообще ешқандай жұмыс жоқ варикоздың алдын алу бойынша дәлелденген. Міне именно мына затты істемесең, значит сенде варикоз болмайды деген не жоқ, ешқандай жұмыс жоқ. Өйткені енді бұл соған байланысты, мен қазір соған өте қатты тереңнен кірдім десем де болады, алдын алу бойынша. Қазір бірнеше факторлар бар. Ол факторлар жалпы ол тек варикозда емес, ол варикоз как бер жағындағы ауру ғой, негізі оның ар жағында почти ол ауру барлығында бар проблемалар. Бірінші кезекте қалқанша безінің проблемасы. Енді біз айтамыз ғой, артық салмақ деп айтамыз. Артық салмақ ол кімдерде пайда болады? Ол не үшін шығады десеңіз, оның ар жағында бірінші кезекте қалқанша бездің гормонының төмендігі, гипотереоз. Екіншіден жаңағыдай, өйткені бұл қалқанша бездің гормондары аяқтағы тамырлардың коллаген, эластиннің, оны мықты ұстап тұратын, соны түзетін гормонның бірі. Соған атсалысады деген сияқты. Өйткені мынада проблема болған кезде аяқта майда тамырлар, эстетикалық тамыр көйіп кетеді адамдарда. Екіншіден мысалға қазір D3 деп айтылып жатыр ғой. D3-дің де бізге тамырға әсері өте жоғары. Өйткені тамыр ол как эластичный резинка сияқты болып тұру керек. Созылып, кез келген давлениеге. Когда ол плотный болып қалса, ол уже өзінің жағы қасиетінен айырылады. Сол кезде де ол тез жаңағыдай давлениені көтере алмай варикозға айналады деген сияқты. Ол жерде жағы бізде осы D3 кальций, К2 витаминдер, жалпы солардың бұзылысы, солардың төмендігі кезінде ол да әсер етеді. Біздер жаңағыдай тамақтану бойынша жидектерді көп жеу керек. Флавоноидтар мысалға да. Флавоноидтар тамырдың стенкасын укреплять етеді, қатайтады мысалға. Қандай жидек жеймік? Мысалға жаңағыдай. Етті көп жейміз ғой біз әдетте. Енді ол да әсер ете ме, етті көп жеген варикоз? Енді еттің жалпы ағзаға қалай деп айтады, сізде мысалы әрине біздің генімізде бар ғой, көп ет жеу. Мысалға японецтарға солай ет жесе, олар ауыр болып шығады. Олар көтере алмайды. Точно так же біз олардың балығын жей алмаймыз деген сияқты. Сондықтан біздің елге енді әрине ет жеу болады, бірақ азайту керек. Все равно. Өйткені ет, мысалы сиырдың еті, ол окисляет организмді. Ол ауыр. Мысалы қойдың еті, жылқының еттерін жеуге болады. Сондықтан баяғыда керісінше қойдың еті ауыр деуші еді ғой? Сиырдың еті ауыр болады, сиырдың еті. Мысалға біз ішек құрылыстарының бұзылысы кезінен ауыр сиырдың етін ограничить етеміз, өйткені тез окисляет.
қойдың еті, жылқының еті ол пайдалы. Бізде даже шариғатта да пайғамбар сөйтіп айтқан ғой, не дейді, сиырдың сүті пайдалы, еті дерт, қойдың еті пайдалы, сүті дерт дейді. Ол қазіргі дәлелденген зат. Сондықтан етті азайту керек. Ет, иә. Енді ол бойынша тоже отдельно үлкен тақырып, сіз төтесін қойған екен, мен соны айтып отырмын. Жалпы варикоз бойынша, алдын алу бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ алда уақытта ол да болады, Құдай қаласа. Прямо өйткені варикоз ауруы біз бірінші кезекте 100% мысалға генетика ғой, кез келген ауру ол генетика. Егер сіздің әке шешеңізде немесе ата әжеңізде варикоз болса, сіз ауруға шансыңыз өте жоғары, варикозбен. Бірақ эпигенетика деген бар. Сіз егер мына заттарды істемесеңіз, сіз варикозыңызды алдын ала ауырмауыңыз мүмкін бұл өмірде, немесе оны сіз 20-30 жылға созуыңыз мүмкін деген сияқты. Біз соғанға жұмыс қойып жатырмыз. Сонда біз егер осыны жасайтын болсақ, 90%-ға біз варикоз азайта аламыз. Енді 10% ол генетика. Біз оған ештеңе істей алмаймыз деген сияқты, Жалпы сондай. Біз сол салада жұмыс жасадық. Кімді тыңдайтынды білмейсің де? Мысалы, кейбіреулер айтады, міндетті түрде сен мысалы мына дәруменді өмір бойы ішесің. Я болмаса кейбір жаңағы дәстүрлі медицинада айтады, дәрумендерді, сол дәрігерлердің өздері айтады. Мен дәрумен мүлдем қолданбаймын, оған әуес емеспін дейді. Ал интегративті медицина қайта бірнеше дәруменді ұсынады. Осыны міндетті түрде қабылдауың керексің деп. Және қосымша өзінің дертіне байланысты тағы. Сонда қазір бір баланың өзі, я болмаса бір ересектің өзі бәленбай дәрумен күніне қабылдайды. Оның барлығын кері әсері бар ғой жаңағыдай денсаулыққа. Дұрыс өмір сүру салты, ауырмаудың жолы дейміз ғой. Ол 3 қағидадан тұрады. Бірінші қағида, значит, оның ішіне 4 не жатады, база. Біріншісі ол дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану өте маңызды. Егер де сіз дұрыс тамақтанбасаңыз, болды, ауру басталды деген сөз. Дұрыс тамақтанудың ішіне айтатын болсақ, нені жеуге болады, нені жемеуге болады деген сияқты. Сіз айтып отқан барлық витаминдер, басқа да заттардың бәрі сол тамақтың құрамындағы заттар. Біздерде бірақ ол заттар қазір өкінішке қарай қазіргі заманда жетіспейді, дұрыс келмейді. Не үшін? Өйткені баяғы заманда барлығы натуральный тамақтар, Ал қазір мысалы магазинге кірсем, мен өзім білем да, уже жейтін зат жоқ, алатын зат жоқ. Таппайсың. Барлығы консервіленген, барлығы тәттілер. Газированный, энергетик, басқа да тәтті зат, алатын зат жоқ. Енді сол тәтті заттарды, мучной заттардың бәрін адам жеген кезде, адамда окисление болады. Организм тотығады. Процесс уже басталды, бүткіл. Проблема соқтан кетеді уже. Онкология, жүрек қан тамырлары ауруы. То есть өткен не болады? Окисление болған кезде гормональды жүйе бұзылады. Сөйтеді да, уже клетканың бәрі өзгеріп, аурулар бастала береді. Сондықтан тамақты, жаңағыдай тәтті тағамдар полный алып тастау керек. Прям алып тастау керек. Мен мысалға тәтті жемеймін вообще. Мүлдем. Екіншіден, мучной заттар алып тастау керек. Не жейміз дейсің ба? Енді қараңыз, біздер қазақтарда шөп-шалаң жемейді. Өйткені шөп-шалаң біздегі ішекте микробиоттар болады, бактериялар. Олар сол шөп-шалаңды жеп, олар қоректенген кезде бізге мықты бутират, суксинат, пропионат деген сияқты мықты заттар береді. Ішектің жұмысын жақсартатын. Қараңызшы. Сол үшін біздің қазақта шөп жемейді. Шөпті көп жеу керек. Шөп-шалаңды. Одан кейін жаңағы бірінші тамақтарда сұйық тамақтар ішу, сосын көп етті жемеу керек бізге наоборот. Аз жеу керек. И больше қуырылған не тамақтарды азайту керек. Енді қараңыз. Енді айта берсем, ол жерде өте көп. Жалпы тамақтануды дұрыстау керек. Біріншіден. Екіншіден, не керек бізге? Ұйқы. Егер де сізде түнгі, мысалға, циркадный ритм сына болмаса, бір уақытта жатып, бір уақытта тұру деген сияқты, онда все, онкология. Организмде, мысалға, гормондардың бөлінуі болмайды уже. Сондықтан кім түнімен ұйықтамайды, опять же онкология, бүкіл жүрек қан тамырлары ауруы, семіру, тағы басқа кете береді. Ұйқы екінші өте маңызды зат. Түнгі сағат 11-де ұйықтап, таңертең тұру деген сияқты. Үшінші зат ол спорт. Адамда қазір қимыл жоқ. Қимыл болу керек, спорт болу керек, міндетті түрде. Онсыз тоже болмайды. Төртіншіден стресс. То есть уайым қайғыны басу, сол өз-өзін контроль жасау. Қазір көп стресс өте көп. Міне осы 4 базаны сіз егерде жасайтын болсаңыз,
Ол бірінші қағида, денсаулықтың несі. Екінші қағидасы, бұл нәрсе, мысалға мынандай да, мен былтыр 1 жыл бойы өсіп жүрдім да, бүгін бұзып тастадым, или осы жылы бұзамын деген сияқты. Ондай не работает. Бізге Құдай қалай жаратты денсаулықты? Мысалға бір күнге ғана береді екен. Мысалы біздегі, сіз түнде ұйықтадыңыз, таңертең ұйқыдан тұрған кезде, егер сіз сол глубокий фазасына, соның бәрін өттіңіз ба, дұрыс ұйықтап, түнімен сол кезде сізде иммунды клеткалардың бәрі күшті түзілді. Гормондардың бәрін, рецепторлары бәрі новыйдан клетканың бетіне түзіледі. То есть бізге күніне беріп отырады деген ғой организм. 1 жылға деп беріп қоймайды да, мысалға. Болды, сіз ұйқыңызға қарап сізге берді сондай күшті. Сіз таңертең тұрдыңыз, бодрый, күні бойы энергия, жұмысын жасадыңыз деген сияқты. Келесі күнде солай жүрдіңіз, 3-ші күні бұздыңыз ба? Жаңағыда ұйқыңыз жоқ па? Все, сізде клетканың бәрі дұрыс бөлінбейді, азаяды. Әйтеуір жүресіз, сол күні энергия жоқ, күш жоқ, басыңыз ауырады. Сол жалғаса берсе, ол сол шлактардың бәрі шықпайды организмнен, клетканың ішінде отырады. Бір күн онкология, бір күн жүрек қан тамыр ауруы. Проблема кете береді. Сол үшін екінші қағида ол постоянство. То есть күнде сол затты істеу керек. Тұрақтылық, иә. Үшінші зат, егер сіз даже ауру болсаңыз, қандай бір ауруыңыз болса, ешқандай бір дәрі немесе дәрігер сізге 100% айығып бермейді. Егер де сіз алдыңғы 2 қағиданы ұстанбасаңыз. Егер осы 2 қағиданы ұстану, ол 90%, это еміңіздің шипасы, 90% осы. 10% ол берілген дәрілер, сол. Сол үшін осы база өте маңызды. Осымен жұмыс жасану керек бізде қазір. Енді витаминдер бойынша қазір ковидтен кейін ол күшті болып кетті ғой қазір. Сол витаминдер бір ковидтен кейін шықты. Баяғыда адамдар витамин де ішпейтін, басқа да ішпейтін. Сіз сол жиі баратын Жапонияда. Олар әдетте жарнаманы жасаған кезде олар ауырмайды, олар ұзақ өмір жасайды. Себебі олар дәрумендерді уақытылы қабылдайды, осындай деген жарнаманың түрін көресің. Мысалы, сол жиі баратын Жапонияда нені байқайсыз? Және дәрумендерге құмар болу, сиқырлы бір дәрілерге сену дегенді қалай азайтуға болады? Ол қазір халықтың айтатын басы қатып кетті қазір. Ақпарат өте көп. Мен айтайын, 90% ол өтірік ақпарат. 10% действительно қай салада болмасын, 10% ол тыңдайтындай, өзіңе алатындай ақпарат бар. Сондықтан қазір дәрумен енді ол зат бізге шынымен де керек. Т3 болсын, жаңағыдай магний болсын, басқа болсын, өйткені оның бәрі бізде кетіп жатыр күнде организмде. Окисление көп, өйткені біз зиян заттар көп қолданып жеп жатырмыз қазір, экология. Сондықтан оның орнын басу үшін ол заттар керек. Ол ғылыми түрде дәлелденген зат. Енді вопрос. Осы жерде барлығына жаңағыдай сата бере беру ол дұрыс емес уже. Адам анализ тапсыру керек. Анализ бойынша сол керек дефицит затыңызды алып ішу керек. Міне осы тұр. Барлығына бүкіл затты ала беру деген ол қате. Опять же. Сосын бізде дәрігерлердің өздерін жалпы мен 2-ге бөлем. Біреуі традиционный врачтар. Дәстүрлі, баяғыда өзім жасаған бұл салада кардиохирургияда. Екінші интегративті медицинамен бірге жүретін. Оны дополнительно оқыған дәрігерлер. Екеуін алып қарасақ, действительно интегративный медицина қазір шетелде ол 20-30 жыл бізден алға кетіп қалған. Бізге ол келеді, но уақыт өте бәр дәрігер соған келеді. Қазір бірақ көп дәрігер оны мойындамайды. Это тоже нормально. Өйткені қараңыз, мен просто бір пример келтірейін. Мысалға, біз ойлаймыз, традиционный медицинада протоколда барлығы идеальны, барлығы дұрыс деп айтамыз. Олай емес. Протокол бойынша сіз қанша жерден сол дәріні бергенде де адамдар инфаркт болып жатыр, инсульт болып жатыр, не үшін? Өйткені ол адамдарға база дұрыс айтылмайды. Мен айтқан жерде 4 қағидадан адамдар ұстанбайды. Адамдар сахармен жүріп, гореласын ішіп жүр. Қараңызшы. Бірақ ана дәріні арасын ішіп қояды. Сол үшін база 90% құрайды. 10% дәрі. Сіз парақшаңызда бөліскен екенсіз, түнде жұмыс істеу өте қауіпті денсаулыққа деп. Не себепті? Мен мысалы өзім түнгі эфирді жүргіздім. О жерде өте көп кемшіліктерді байқадым, өз денсаулығыма байланысты. Жаңағы артық салмақ, ұйқысыздық деген сияқты гормондардың ауысып кетуі, дұрыс бөлінбеуі. Сіздің айтуыңыз бойынша дәрігер ретінде, маман ретінде қандай кері әсерлері бар денсаулыққа? Мысалға біздер кім түнімен ұйықтамайды? Бұл өте қауіпті. Мысалға қараңыз, адам түнде кешке 11-ден кейін ұйықтаған кезде, мен медицина түрінде айтып берсеңізші, чтобы түсінікті, қысқа айтыңыз. Түнде адам ұйықтаған кезде бізде қалқанша бездің гормондары түзіледі, таңертеңге дайындап береді.
иммунды клеткалардың барлығы жаңағыдай өзінің лимфоузелға кіріп, оларда демалады. Бір сөзбен айтқанда, иә. И таңертең тұрған кезде мен айтамын ғой, адамда күніне 100-ден 500-ге жуық онкологический клеткалар, неше түрлі вирус, бактериялар келіп жатады. Соның бәрін жойып өлтіріп отырады иммунды клетка. Егер де сіз түнде ұйықтамайсыз ба, түнімен, олардың бәрі өлмейді, уақыт өте келе, иммунды клетка шаршайды, ол да демалу керек қой. Содан адамдарда ерте жаңағы рак сияқты аурулар, жүрек қан тамырлары жүйесінің аурулары ерте кездеседі. Байқайсыз ба, түнімен ұйықтамайтын адамдарда неге тез салмақ қосып бастайды? Өйткені түнде ұйықтамаған кезде бізде ең бірінші зақымдалатын ол қалқанша без гормондары. Ол анализде сіз тапсырғанда ештеңе көрсетпейді басында. Бірақ ол сыртқы перифериялық тінде ол төмендейді ол гормон. Ол кезде, значит, сіздің әрбір ішкен суыңыздың өзі тамақ құсап, денеңіз ісініп семіре бересіз. Қара суға семірем деп айтып. Сол үшін бағанағыдай режимді реттеу керек. Өйткені егер ұзақ өмір сүрем десеңіз, жаңағыдай қауіпті аурулардың алдын алам десеңіз, база 4 нәрсені прямо істеу керек. Жаңағы қазір қатерлі дерт, қатерлі ісік көбейіп кетті, жасарып барады деп айтамыз. Себебі осы жаңағы сіз айтқан 4 базаны дұрыс еместігі. Қазір жастардың арасында өте көп, бұрын біз сирек еститінбіз. Қазір дәрігерлердің өздері айтады, қатерлі ісік жасарып кетті. Мысалға мен кеше бір дәлелденген жұмыс бар. Әйел адамдардағы қазір енді онкологияның ішінде ең жиі кездесетін ол рак молочной железы. Сүт безінің мысалы рагын алсақ, қараңыз. Сүт безінде мысалға сізде бір образование бар, фиброаденома болсын, любой бір образование. Сіз бір қатты стресске кірдіңіз, немесе түнімен ұйықтамадыңыз, қалқанша без гормондары, гипотиреоз төмендейді. И одан кейін сразу адам уже салмақ қосып бастайды. Салмақ қосқаннан кейін ол эстрон деген гормон көтеріледі. Эстрон деген гормон көтерілген кезде оның метаболиттері ол онкология шақырады. Қараңыз. 2 жылдан кейін барады, несін түсіреді, баяғы просто доброкачественный опухоль уже рак. 1-2 степени. Мысалға да. Сол үшін мен айтып отырмын ғой, ол бәрі базадан тұрады. Базаны реттемейінше, ол кез келген ауруды күте берсеңіз болады. Ал жаңағы психосоматика арқылы, ойды басқару арқылы, миды басқару арқылы, сенімділікті арттыру арқылы мен жазылдым осы дертпен, ремиссияға өттім деп айтып жататындар бар, Оған дәрігер ретінде не айтасыз? Енді психосоматика ол өте маңызды бір бөлігі. Ол тек бір ғана инструмент. Бізде айтып отыр ғой, бір нәрсені біз деген прямо жаңағыдай рекламаның түбіне апарамыз ғой. Тек как будто сол барлығын емдейді деген сияқты. Жоқ, ол бір инструменті. Мысалға, опять же, тек мен ұйқымды реттесем, мен бүкіл аурудан жазылам ба деген сияқты нәрсе да ол. Ол бірге жүретін зат. 4 база. Психосоматика ол да өте маңызды. Өйткені адам, когда өз-өзіне мен жазыламын, мен сау адаммын десе, ол жерде бізде мықты серотонин, дофамин, окситоцин сияқты күшті жаңағыдай гормондар бөлінеді. Гормон счастья. Ол бірден біздің гормондардың бәрін түсіріп, реттеп тастайды ол. Сондықтан адамдағы ол көңіл күй өте үлкен бір инструмент. Бірақ ол бір ғана инструмент. Ол жеткіліксіз. Мен тек онымен бүкіл ауру емдедім деген нәрседен мен сенбеймін. Потому что қасында 4 зат болу керек. Энергетиктерді ішуді Қазақстанда тыйым салу керек деген ақпаратыңызды көрдім. Неге тыйым салыну керек? Не себепті? Қандай әсері бар? Енді қазір осы энергетикті ішіп жүрген адамдарды көрген кезде өте қатты жаным ашиды, жүрегім ауырады. Неге айтайын ба? Өйткені мысалға энергетиканың даже кола сияқты тәтті сулар, олар біздің ағзамызды окисляет, тотықтандырады. Тәттінің құрамында арнайы H молекулалар түзіледі. H молекула олар жаңағыдай ДНК дейді, біздің ағзадағы клетканы бұзады. Олар жүрек қан тамыр аурулары, рак сияқты аурулардың бәрін шақырады. Ең опасный сол тәттінің ең соңғы қалдығы ғой, H молекула деген сияқты. Тәтті заттардың ең соңғы молекуласы өте қауіпті. Екінші, пластиктен ішіп атқан заттар. Мысалға пластик жаңағыдай
баклажка сияқты заттардан жаңағы микроволновка қойып еще не қылады ғой, ол жерде сондай канцероген заттар бөлінеді, ауыр. Мынандай ғылыми жұмыс бар, әйел адамдардағы мысалға 100% рак молочный желез деп алсақ, 100%, соның 80% осы пластиктің клеткалары табылған, содан болғандар, және тәттіден болғандар. 80%, 20% ол действительно өзінің эстроген гормондарына байланысты. Сонда қараңыз, адамды бізді қалай улап жатыр қазір. Ешқандай білмеймін енді оларды арна тексерістен өтпей ма, шектеу жоқ па. Мысалы Япония сияқты елдерде ондай зат саттырмайды вообще. Иә, сол жиі боласыз, сол кезде дәрігермен сөйлесесіз ғой. Не рұқсат етілмейді ол жақта? Неге адамдардың денсаулығы жаңағыдай ұзақ өмір сүреді? Әлемде вообще ең ұзақ өмір сүретін 100-ден асатын ол жапон халықтары. Жапон халықтарын мен түңіл ішіне кіріп тұрып қарадым. Ең біріншіден тамақтану жағын айтайық. Тамақтану өте аз жейді. Вот Жапонияда көрсеңіз бар ғой, вот мысалы 2 миллион халықты көруіңіз мүмкін бір күнде. 2 миллион халықтан біреуінде артық салмақ жоқ, іште май жоқ. Іштегі май, артық салмақ, ол все, показания, ішіңіз жаңағы бүкіл аурулар басталып жатыр деген сөз. Просто соған қарап ориентировасаңыз болады, артық салмақ қарап. Японияда онда адам көрмейсің. Өйткені біріншіден тамақты аз жейді. Өте аз, кішкентай порцияда жейді. Күшті ғой. Асқазанның 1/3 бөлігі тамақ болу керек. Тойып жемеу керек. Екіншіден тамақтардың құрамында тәттілер жоқ. Мучной деген зат жоқ ол жақта. То есть прямо идеально біз айтып жүрген тамақты өздері итак жейді екен. Екіншіден оларда ұйқы. Қараңыз. Түнгі сағат 11-ден кейін кафе ресторан бәрі жабылады. Қандай заведение болмасын, бәрін жауып тастайды. Адамдар значит ұйықтайды. Біз соған таңғалдық. Таңғайдың жүру деген жоқ ол жақта. Үшіншіден қимыл спорт. Олар өте жақсы көреді. Даже Жапонияда андай бізде велосипедтің тек айдайтын түрі. Қимыл керек. Андай мотормен жасайтындар жоқ. Қараңыз, сондықтан мән беріп қойған. Спортқа көп көңіл бөледі. Төртіншіден, енді олар сондай эмоциональный өздерін постоянно жаңағыдай жоғары күліп жүреді әрқашан. Вот амандасса да күліп жүреді. Это ол тоже жағы настроение высшей нормой. Біздегі керекті күшті гормондар бөлінеді. Қараңыз, 4 қағида база бар ма? Бар. Ауасы таза. Японияда туалетке кірсеңде, жолда көрсеңде, машинаның иісі жоқ. Бәрінде катализатор, то есть ауа таптаса. Қаланың ортасында жағы 26 миллиондық Токионың өзінің ортасында жүрсең, біздің Алматыдағы таудың басында жүргенде ауа таптаза. Мен Япониядан келіп Алматыға қонған кезде самолеттен құсқам. Ана көмірдің иісті дата көсем қанша 10 күндей болғанда. Біздің ауаның сонда зияндығында мысалға. Міне осы өмір сүру салты біз айтып жүрген, олардың қанында бар, тәрбиесінде бар. Сондықтан олар ұзақ өмір сүреді. Бізде осыған келуіміз керек қой. Біздер значит соған келу керекпіз. Тәттілер ожылы тоже сатылады, бірақ олар өзі тәттіге қатты құмар емес, тәттіні көп жемейді. Біздегідей арзан сападағы жаңағы тәттілердің түрлері жоқ. Энергетик сияқты түрлері олар сатылмайды. Сондықтан біздің елде қазір енді былай ғой, жалпы көп адамдар былай ойлайды. Мен ішіп жүрмін дейді. Энергетик, тағы басқа зиян тамақтар бар, ештеңе болып жатқан жоқ қой жастарда. Алла тағала бізді қалай жаратты? 30 жасқа дейін бізде гормонал жүйелердің барлығы түзіледі. Ең шыңдаған несіне барады, 30-35. Содан кейін бізде қартаю процесі жүру керек, жай 100-ге дейін. Сөйтіп адам кету керек. Біздер более-менее біз осы 30 жасқа дейін келдік, бізде тәтті көп болған жоқ қой бала кезімізде. Біздер айту гормондарымыз дұрыс түзілді. Бізде енді қартаю процесі может медленно кетпесе де былай кетіп жатыр да. Жаңағыдай рискке кетіп жатыр. Енді көп тәтті жеп жатыр, басқа жеп жатыр. Ал қазіргі өсіп жатқан балаларда оларына 30 жасқа дейін толық қалыптасып жатқан жоқ. Олар 15 жаста, уже 17 жастан бастап рискі былай қартаю процесі жүріп жатыр. Қартаю процесі деген ағзаның клеткаларының уже қартаюы. Олар 30 жасқа дейін білінбейді, күніне қойды 10 энергетик ішсеңде. Неге? Өйткені тестостерон жауаптарды маскировать етіп, жастарда. Ал 30-дан кейін оларда все, бітті, бірден. Ештеңе жеңе алмайсың деген сияқты. Сол үшін бағанағы аурулардың бәрін осы міне біз өз-өзіміздің ұрпағымызды өзіміз солай құртып жатырмыз. Нұрғазы мырза, бізге уақыт тауып келгеніңізге алғысымды да білдіремін. Енді сіз айтып өткен, атап өткен маңызды дүниелерге негізі естиміз, білеміз, бірақ соны жүзеге асыра алмай жатамыз көп жағдайда. Бұл айтқан ақпараттарыңыз біраз адамға жетті деп ойлаймын. Рахмет сізге. Иә, сіздерге де үлкен рахметін айтқым келеді. Осылай арнайы шақырып, осындай бір адамның өмірі өзгерсе де осы видеодан кейін сұхбаттан кейін соған атсалысып осылай жұмыс жасап жатқан сіздерге үлкен рахмет, үлкен еңбекте. Алға дами беріңіздер. Рахмет.
Қымбатты көрермен, біздің сырласуымыз осымен аяқталды. Келесі сырласуды күтіңіз.